бір адам ғашық болатын болса, сол ғашығынан адам ажырамау керек емес пе? Сондықтан айтатыным, мынадайда бір сөз бар сөз соңында. Білесіздер ғой, мына халықта айтылады, мынау Ләйлі менен Мәжнүн деген адам болды дейді, бір-біріне ғашық болатын. Сонда сол Мәжнүн деген біреу намаз оқып тұрған адамның алдынан өтіп бара жатса, әлгі адам басын көтеріп, ей, кет бұлай, намазымды бұзасың деп тұр дейді. Сонда әлгі адам басын көтеріп айтады дейді, мен Ләйліге ғашық болғаным сонша, сенің алдыңнан өтіп баратқанымды байқамай қалдым, бірақ сен Құдайға ғашық болсаң, менің өтіп баратқанымды сен де байқамайтын едің ғой деді дейді. Бауырлар, сәждеден көзіміз қанша кетіп қалады жан-жаққа, Алладан жүрегіміз қанша секіріп кетеді, соны орнықтыратын, сол істі қолға алып оянатын уақыт келген сәт. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.